Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кеңейтілген шынайылықта пирамиданы 3D форматта тамашалауға шақырамын. Magic кубының көмегімен кеңейтілген шынайылықта пирамиданың бейнесін тамашалаймыз. Яғни өзіміздің бөлмемізде тұрғандай пирамиданы сезінеміз. Пирамида ол Египеттегі ең көп туристер баратын туристік нысан болып табылады қазіргі таңда. Дәл осылай барлық елде де өзіне тән ұлттық туристік мекендер, өзіне тән ұлттық дәстүрлері бар. Пирамиданы түгел барлық қырларынан қарап тамашалай аламыз. Magic кубының көмегімен. Оқушылар, алдарыңыздағы сілтемеге өту арқылы Sketchfab сайтына суретті тамашалайық. Оқушылар, не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар, бұл киіз үй. Киіз үй біздің ата-бабаларымыз тұрған үй. Киіз үйдің әрбір элементі ұлттық құндылыққа толы. Киіз үйдің ішінде қарасаңыздар, ата-бабаларымыз қолданылған барлық ыдыстар, кілемдер оюға толған. Барлығы да әсем безендірілген. Бұл қандай форматта киіз үй? Қараңыздар, қандай форматта берілген? Дұрыс айтасыздар, 3D форматтағы киіз үйдің бейнесі екен. Оқушылар, 3D форматының бүгінгі тақырыбымызға қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, яғни бүгінгі тақырыбымыз объектілердің 3D форматын құру. Яғни осындай 3D форматтағы суреттерді бүгінгі сабағымызда құратын боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы объектілердің 3D модельдері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 3D редактордағы объектілердің модельдерін құру. Сабақтың мақсаты 3D редактор құралдарының қызметін білу, 3D редактор құралдарын қолданып модельдер құру, өз идеясына сүйеніп 3D редакторда шығармашылық модель жасау. Sketchup бағдарламасында стаканның суретін салуға кірісейік. Ол үшін алдымен бізге стаканның суретін салу үшін шеңбер құралын таңдап аламыз. Шеңбер құралын таңдап, координаталық осьтің ортасынан шеңберді саламыз. Шеңберді салған кезде өзімізге қажетті көлемді таңдап алуымыз керек. Яғни өзімізге қажетті көлемді таңдап алып, шеңберді салып, шеңберге көлем беру үшін сол созу батырмасын таңдап, шеңбердің үстіне апарып, жоғарға қарай созамыз. Жоғарға қарай қажетті ұзындыққа келгенше созып, көлемді объектіміз пайда болады. Бұру құралының көмегімен барлық қырларынан қарай аламыз. Айналдыра отырып, жоғарғы жағын, астыңғы жағынан барлық қырларынан қарап, стаканымыздың сұлбасын қарай аламыз. Ендігі кезекте бізге стаканымыздың ішкі қуысын жасау қажет болады. Ішкі қуысын жасау үшін бізге тағы да шеңбер салуымыз қажет. Ол үшін тағы да шеңбер құралын таңдап аламыз. Шеңбер құралын таңдап алып, екінші шеңберді сызатын боламыз, яғни екінші ішкі шеңберді. Екінші ішкі шеңберді сызған кезде міндетті түрде сыртқы шеңберден асып кетпеу керек. Өйткені ішкі қуысты жасауымыз қажет. Қажетті қалыңдыққа келтіріп, ішкі шеңберді сызып, тағы да сығу, созу құралын таңдау арқылы стаканның ішкі қуысын жасайтын боламыз. Стаканның ішкі қуысын жасау үшін сығу, созу батырмасын таңдап, ішкі шеңбердің үстіне қойып, төменге қарай сығатын боламыз. Төменге қарай сығып,
міндетті түрде астыңғы, яғни стаканның түбін қалдыруды ұмытпаймыз. Тағы да айналдырып бұру құралының көмегімен қарап аламыз. Стаканымыздың түбі бүтін болуы қажет. Пайда болған стаканымызды қараймыз айналдырып. Ендігі кезекте бізде стаканның тұтқасын салатын боламыз. Ол үшін доға құралын пайдаланамыз. Доға құралын, яғни екі нүктенің көмегімен салынатын доға құралын таңдап, қажетті көлемде сызып, доғаны жасап аламыз. Одан кейін доғаны міндетті түрде тұйықтаймыз сызық құралының көмегімен. Келесі қадам ішкі доғаны салатын боламыз, яғни тұтқасын салу үшін ішкі доғаны салып, бос боялған жерін және де тұйықтаған екінші сызығымызды кетіру көмегімен, өшіргіштің көмегімен алып тастауымызға болады. Міндетті түрде алып тастаймыз. Тазалап, бізде тұтқаға ұқсас сызық доға пайда болды. Енді осыған міндетті түрде көлем беруіміз қажет болады. Көлем беру үшін тағы да сығу созу батырмасының көмегімен көлем береміз. Қажетті көлемге келтіргенше созатын боламыз. Қажетті көлемге келтіргеннен кейін құралымызды жіберіп, ендігі кезекте стаканның тұтқасын орнына қоямыз. Дұрыс жанасып тұрғандығын тексеріп қарап аламыз. Оқушылар, енді тапсырмаға өтейік. Алдарыңызда 3 түрлі тапсырма берілген. Бірінші тапсырма суретші бол тапсырмасы. Екінші тапсырма құрылысшы бол тапсырмасы. Үшінші тапсырма дизайнер бол тапсырмасы. Осы 3 тапсырманың кез келген біреуін таңдап, орындаңыз. Бірінші суретші бол тапсырмасы тостаған, яғни аяқ ыдысының моделін құрастыр. Дескриптор. Негізгі пішінді таңдай алады, пішіннің өлшемін және орнын реттейді, пішінді тостаған түріне келтіреді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Екінші құрылысшы бол тапсырмасы қазан ошақтың моделін жасаңыз. Дескриптор. Негізгі құралдарды дұрыс пайдаланады, пішінді, өлшемді және пропорцияны реттейді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Үшінші дизайнер бол тапсырмасы. Өз ойыңнан 3D форматта ұлттық немесе тұрмыстық бұйым моделін құрастыр. Дескриптор. Негізгі құралдарды дұрыс пайдаланады, бұйымның пішінін, пропорциясын және өлшемін реттейді, модельді сақтап, көрсетілімге дайындайды. Бағалауды төмендегі кестеге сәйкес жүргізесіздер. Бірінші суретші бол тапсырмасына, яғни жеңіл тапсырмаға 1 балл беріледі. Екінші орта құрылысшы бол тапсырмасын таңдасаңыз 2 балл беріледі, орындасаңыз. Үшінші күрделі, яғни дизайнер бол тапсырмасын орындағаныңыз үшін 3 балл беріледі. Және де ең үздік жұмыстарға от шашу жасаймыз. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма WordWall сайтында викторина. Төмендегі сілтемеге өтіп, WordWall сайтынан викторинаны орындаңыз. Дескриптор. SketchUp-тағы негізгі құралдарды біледі. Сызу құралдарын таниды, навигация және көшіру құралдарын біледі. Төмендегі кестеге сәйкес өзіңізді бағалаңыз. Егерде 6 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 3 балл, 5 және 3 сұрақтар аралығында дұрыс жауап берсеңіз 2 балл, 1 және 2 сұрақтар аралығында дұрыс жауап берсеңіз 1 балл. Келесі тапсырмамыз Animated Drawing сайтында өзің салған 2D суретті жандандырып қара. Яғни 2D форматында дәптеріңізге өзіңіз қалаған суретті салыңыз. Оны Animated Drawing сайтында жандандырыңыз. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл сурет
2D формат па? Әлде 3D формат па? Егер осы суретті 3D форматта модельдесек, қандай бөліктері көлемді болар еді? 3D редакторда оны қандай құралдармен жасауға болатынын ата. Дескриптор. Animated Drawings сайты арқылы 2D суретті жандандырады. Суреттің форматын және ерекшеліктерін жазады. 3D форматта қалай бейнеленетінін түсіндіреді. 3D модельге айналдыруда қолданылатын құралдарды көрсетеді. Өзіңізді төмендегі кестеге сәйкес бағалаңыз. 2D суретті жандандырғаныңыз үшін 1 балл қойыңыз. Сұрақтарға жауап жазғаныңыз үшін тағы да 1 балл қойыңыз.